Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңдер. Бөлім салт дәстүрлерді білу не үшін керек? Мен ертегі оқимын. Бүгінгі тақырыбымыз осылай аталады. Жаңа сөздерімізбен танысып алайық балалар. Ертегі, сказка, оқимын, читаю, тыңдаймын, слушаю, қасқыр, волк, түлкі, лиса, бауырсақ, колобок, қоян, зайц, піл, слон, керік, жираф. Бұл бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Балалар, ең бірінші суретке қарайық. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Бірінші тыңдаймыз, кейін қайталаймыз. Мен ертегі оқимын. Оқимын. Читаю. Ертегі, сказка. Мен, Получается, мен ертегі оқимын. Я читаю сказка. Суретке қарай отырып, қыз баланың не істеп жатқанын байқайсыздар. Әрине, тыңдап жатыр. Мен ертегі тыңдаймын. Я слушаю сказку. Ал енді балалар, суретке қарап, сұраққа жауап берейік. Жауап берген соң, сен не істейсің? Бірінші тақырыпқа байланысты, бірінші суретке байланысты белгілеңдер. Дұрыс, жарайсыңдар. Мен кітап оқимын. Келесі суретке қарайық. Сен не істейсің? Мен ертегі тыңдаймын. Ал балалар, енді суретке қарап, сұраққа жауап берейікші. Бұл қандай ертегі? Балалар, бұл қасқыр мен түлкі ертегісі. Ал бұл қандай ертегі? Әрине балалар, бауырсақ ертегісі. Ал мына ертегі кітапқа қарайықшы, бұл қандай ертегі екен? Балалар, піл, керік, қоян ертегісі. Ал енді балалар, барлығын тыңдап болған болсаңдар, мына суреттерді бояйық. Ең бірінші суретте қандай жануарды көріп тұрсыңдар? Дұрыс балалар, бұл түлкі, лиса. Ал келесі суретте қасқыр, волк. Өте жақсы балалар. Ал енді қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталап алайықшы. Қоян, қасқыр. Келесі әрпіміз түлкі. Өте жақсы балалар. Бұл әріптер қазақ тіліне тән әріптер және дыбыстар. Барлығын түсініп болған болсаңдар, бас бармақ тәсілі бойынша барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім деген кері байланысты жіберуді ұмытпаңыздар.